мемлекеттік календарлық даталы күндерде қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні дейді. Бұл қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ғана емес, сонымен бірге ашаршылықта қырылған жалпы ұлттық аза тұту күні деуге лайық ауыр күн. Өйткені қуғын-сүргін құрбандары ғана емес, ол жерде 21-22 жылдағы ашаршылықтың өзінде 1,5 миллион қазақ қырылып кеткен. 31-32 жылдары 2,5 миллион қазақ қырылған. Ал 37-38-дегі репрессияның өзі бір төбе. Сондықтан да 4,5 миллиондай қазақ қырылу деген ол бір ұлтта ол үлкен қасірет, нәубет. Жай қуғын-сүргін құрбандары деп қана өте салу ол қиянат шығар. Сондықтан да мынау қазақ театр өнерінің қасиет қара шаңырағы Әуезов атындағы мынау үлкен орда қаралы күнде жай қарап жатудың өзі қайсы ғой деп бас қосып отырмыз. Және сол қаралы күнге орай бүгін театрда спектакль ойнап жатудың өзі ауырлау деп бүгінгі қаралы күнге байланысты да спектакль болмайтын болып жатыр. Сол сияқты ұлт үшін ауыр күн. Сондықтан да мына бас қосып келіп отырған қадамдарыңыз үлкен сауаптан болсын. Ең біріншіден. Мен қара жер емеспін, сатылып кететін. Мағжан да емеспін, атылып кететін. Қара жер құнарлығы үшін сатылып кетті, ал Мағжан сатылмаған үшін атылып кетті дейді. Кешегі арыстарымыздың бәрі ұлтын сатпаған үшін, елін, жерін сатпаған үшін атылып кетті. Бәрі өлетінін білді, саналы түрде ертеңгі ұрпақтың рухы аласармасын, солардың жігері жасымасын деген ерлікпен ұлт үшін құрбан болған асылдарымызды, арыстарымызды біз аза тұтып, асқақ рухта еске алатын күнге де жеттік тәуелсіздіктің арқасында. Кейбіреуі кешегі қасірет намасына қарап отырып, соларды еске алатын жағдайда жоқ елдер бар. Ұлықтайтын уақыты жоқ, мүмкіндігі жоқ мемлекеттері бар. Оған қарағанда біз арыстарымызды, құрбандарымызды еске алып, еңсемізді тіктеп, рухымызды асқақтатуға азаттықтың арқасында қол жеткізіп отырмыз. Оған да бір тәуба. Сондықтан да бүгінгі күннің орны бөлек, жөні бөлек. Дәл бүгінгі күн ұлыларымызды ұлықтайтын, кешегі асылдарымызды ардақтайтын, арыстарымыздың рухын асқақтататын, соларды еске ала отырып еңсемізді көтеретін күн. Осы күнімізді бір сұхбаттасып, сырласып, өткенді еске алып, бір езіліп, елжіреу емес, керісінше еске алып отырып, еңсе тіктеп, рухымызды асқақтату, жігерімізді қайрау. Сондықтан да осы алаш арыстары деген кезде біз тарихтың бір үзілген әуені сияқты қалып кеткен кезең ол. 70 жыл Совет өкіметі дейміз, кеңес дәуірі, 70 жыл сол қоңыр әуенді аяғы қасіретпен аяқталған, қайырмасы қасіретпен айтылатын тарихымыздағы әуен үзілді. 70 жыл қызыл жалаудың алаулаған әнін айттық, жадымызда сол сақталды. Үзілген тарих жалғанған жоқ. Ал осы рухани жаңғыру, елбасымыздың рухани жаңғыру деген үлкен бағдарламасының аясында ғана жалғасын тапты. Рухани жаңғыру деген сол алаштың рухын қайта жаңғыртып, болашаққа жалғастыру, жаңғырту, жандандыру. Осы мәселеден келген кезде елдің мәртебесі мәңгілік ел дегенге лайықтайтын біздің мүмкіндіктер болсын. Сондықтан осылай бас қосу шағын болсын, аз болсын, ең бастысы жиі болу керек деп ойлаймын. Солардың бірегейі осы қара шаңырақтағы бас қосу. Кеше ғана Қазақстан жазушылар одағында үлкен жиын болды, ел жиналды, жұрт жиналды, жүрегіміз ауырды, жігерлендік, рухымыз асқақтады, соларды еске алдық. Ал енді бас қосуымыздың басында енді қазақ туғанда дүние өскен ашады өлең, өлгенде өлеңмен жер қойнына кірер демең деп Абай атамыз айтқанша, қазақтың қуанса да, қайғырса да, жыласа да, қасіреті болса да, жоқтауы болса да өлең ғой. Сондықтан да осы бір бас қосуымызды өлеңмен бастағанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын. Серік Қалиев деген бауырымыз бар, өзі ақын,
әнші, композитор. Сол Серіктің «Алаш арыстары» деген өлеңі бар. Қазақтың бір дүлдүл бұлбұл ешкімге ұқсамайтын өзіндік үні бар. Кешегі Жәнібек салған үлкен сүрлеумен келе жатқан Тұрсынғазы Рахимовтай біртуарлардың батасын алған Сәулежан бауырымыз келіп отыр. Сол «Алаш арыстарынан» бірінші бастасақ деп отырмыз. Бір жағы ақан айтпақшы, ән, зар һәм мінәжат деген сияқты. Мінәжаттан бастайық. Арыстар күтіп аңсаған тәуелсіз елім бар бүгін. Қайралған өткір қылыштан намыстарыңа аманатыңда ұрпаққа табыстадың бай. Елдігін тілебі жұртыңа еркіндік аңсап, ағаш деп ұран көтерген арыстарыма. Елдігін тілебі жұртыңа еркіндік аңсап, ағаш деп ұран көтерген арыстарыма. Ал енді мынау үлкен жиынымызда шынымен де тарихты қозғап қарайтын болсақ, қасіретнама қазақтай қайғы көтерген, қасірет шеккен ұлт аз жер бетінде. Кешегі Американың темір табанында қалған үндістерден кейін осы қазақ қана жер бетінде үлкен азап шекті. Түркі халықтарының ішінде мына жаңа апаларым сұрап отыр, Өзбекстан қалай болды, Тәжікстан, Түркменстан қалай болды деп. Бұл зобалаң бәріне ортақ болды, бірақ ол кезде қазақтың саны көп еді. Ең қызығы 1911 жылғы жалпы санақ бойынша қазақ 8 миллион болған. 11 жылы. Ал 18 жылғы санақта қазақ 4,5 ба 5 миллионға жетпеген. Ал 21-22 жылы ашаршылықтың алдында Ахмет Байтұрсыновтың «Әлхамдулилля 6 миллион қазақпыз» деп мақтанатын кезде. Сол 6 миллионнан 37-38 жылы 2,5-3 миллионға жетпес қазақ қалды. Ал қазақ 8 миллион болған кезде өзбектер 1,5-2 миллион болған. Қазір қарасақ өзбек 30-35 миллион. Бұл көрсеткіштің өзі адамды еріксіз елжірететін, көзіңе жас алдыратын көрсеткіштер. Бұл үлкен қасірет, бүкіл барынан айырылу, және жай адамдар қырылған жоқ, бетке шыққан қаймақтар қырылды. Зиялылар қырылды. Елдің тұтқасы, елдің тұғыры, елдің туы, елдің тізгіні болған тұлғалар қырылды, бетке шыққан. Осында үлкен қасіреттің өзінен қайтпай, соғыс жылдарында қазақтың ерлігін көрген Сталиннің өзі жағасын ұстаған еді. Олардың жақсысын қырып, жаманы қалды десек, жаманының өзі мынандай батыр қайсар қалды. Сол сияқты қазақтың осы тектілігі осы жерде көрінеді. Енді мынау басқосуымызда шынымен де сол кісілерді еске ала отырып, еңсеміз тіктеп, керісінше біз мақтан тұтып марқаятын, солардың рухымен асқақтайтын ұрпақпыз деп ойлаймын. Осының арасында театр бүкіл қазақтың руханиятының алтын қазығы болса, қара шаңырағы болса, осы шаңырақтың іргетасын қалап, уығын қадап, шаңырағын көтерген, ұлт руханиятына барын жанын салып қызмет істеген, қуғын сүргін көрсе де, айдауда жүрсе де, аңдуда жүрсе де, барын аямаған баһадүр балуан бабаларымыз бар. Ол театрымыздың корифейлері кешегі. Бісміллә сөзін осы Сәбит ағамнан бастағым келіп отыр. Құрметті ағайындар, Тәңір тартса безбенені, тағдырың аяқ асты өзгереді дейді. Ар алдында немесе дар алдында әйтеуір бір жауап берер кез келеді дейді. Егеменді ел болған соң сайлап отырмыз. Осындай мемлекет болып, жоғымызды жоқтап,
асылдарымызда көрген қорлықтарын еске алып отырмыз. Әйтпесе бұндай мүмкіндік деген бұрын соңды өте бола бермеген. Оның да жағынан біздің қасиетті қара шаңырағымызда бақыттың ұйымдастыруымен еске алу деген бұл өте бір парасатты шаруа. Сол дүниеден өткен асыл азаматтарымыздың аруағына бағыштап жатқан жерлері жайлы ол бір аунап түсін деген үмітпен айтып отырмыз. Мен енді бір 3 том кітап жаздым, соның екіншісінде ме екен, біріншісінде ме екен, Әміре Қашаубаевпенен Шахан ағам жөнінде жазып едім. Оның өзі осы кейін емін еркінді келді деген кезде ғана айтылды. Бұрын айтылмайтындығын, айта алмайтындығын. Әміре Қашаубаев жөнінде сұрағанымызда Серіғаң да, Еліғаң да, «Ей балам, не қыласың оны? Қазбалап, қазір мен айтқанмен де, сен айтқанмен де ол түзелетін нәрсе емес» деген еді. Шынында да олар, ол кісілер өте бір қиын кезеңде театр құрып, ел боламыз деп еңбек етіп жүрген кезде осыншама үлкен қасіретті тым болмаса айта алмаған, тым болмаса өзінің халқына жеткізе алмаған, жеткізгендердің барлығы басы кесілген. Енді барлығымыз естіп жатырмыз ғой, дүниедегі көп қырылған елдің бірі бізбіз деп. Соның бірінде енді бәрін айта беретін мүмкіндік те жоқ, уақыт та жоқ. Осы Шахан ағамның ерлігіне таң қалмасқа амалым жоқ. Аудан өкіліне қызмет жасап жүріп, содан бір алыс аудандардың жағдайын біліп келдеп жібергенде, жолда кетіп бара жатқан небір сұмдықтарды көреді Шахан аға. Өліп жатқан адам, қыршын бала, емізулі анасы мен баласы қатып қалған сондай сұмдықтарды көргенде жүрегі айнып, бұл кісі баратын жеріне бара алмай қайтып келген ғой. Өзінің бойында кішкене ақындық, шабыты бар, өлең жазатын, өлең айтатын қасиеті бар еді. Өзі де бірі өте сүйкімді, мінезі де тамаша, домбырамен өлең айтатын. Содан кейін бір қасиетті жас келіншектер көрсе жайнап кететін, сондай бір құлпырып өзгеше адам болып кететін қасиетті кісі. Сол келе жатып өзінен бір-ақ па, екі ауыз ба өлең қылып шығарған жаңағы жолдағы сұмдықтардың барлығын. Кеңдік беріп кедейге оқуға келдім, Семейге деген өлеңдері басталады. Кейін жаңағыдай өлеңдерді ешкімге айтпай жүрсе ғой, ол қызметін жасап жүре берер еді. Бірақ та өзінің қасындағы араласып жүрген жолдасына жаңағы сұмдықты айтады ғой. Айтқанда да жазған өлеңімен айтады. Анау айтады, апырмай, мынау керемет жазыпсың, сенің бойыңнан бір қасиет бар екен, қайталашы деп, соның бәрін көшіріп алған. Енді бұл қазақтың жауы қазақ десе, өзіміз намыстанып қаламыз, не болды деп айтамыз дегенде, бірақ шындық түбінде жеңеді. Сонда Шахан өзінің ерекшелігімен, қызметімен, адами қасиетіменен Семейге бір үлкен жиынға делегат болып сайланған. Ал сол сайланғаннан кейін басқалар көре алмағандық жасап, жаңағы өлеңді айтқан сендердің мақтап жүрген адамдармен мынандай Коммунист партиясының саясатына қарсы жасады. Содан бері сол өлең екі қатар өлең. Бүкіл өміріне қанды кесел жасады. Бүкіл өміріне. Семейге Шайнин басқарып Айман Шолпан спектаклін алып барғанда, сол жерде кездесіп, бұның бойындағы талантын көріп, қуанып, оны сол Семейдің өнер студиясында оқып, сол жерден өмірін бастаған көзінде де жаңағы өлең алдынан шыға береді. Соттайды, қайтадан шығады. Одан кейін өнер адамдардың өзі де өте нәзік қалып қойып. Содан кейін бірін-бірін іздемейді бұлар.
іздеуге қорқады ол кезде. Сол Шахан ағамның көрген қорлығы сұмдық. Адам сенбейтін, адам шыдамайтын нәрсе. Содан кейін Құрманбектің көзіне түседі, Шаниннің көзіне түседі, Алматыға келеді. Алматыға келіп оперный театрында жұмыс істейді, Жапон операсында бір партия өлең айтады. Сөйтіп жүргенде тағы да жаңағы өлеңді қозғап, қайтадан соттап түрмеге отырғызып қояды. Түрмеге жазған өлеңдері бар, бірақ оны жариялауға қорқады. Өйткені бұл өз түрмеден құтыла алмай жүрген адамның басынан үлкен бір қасірет болады. Одан да түрмеден шыққаннан кейін әйтеуір әрең дегенде шығады, бәрі бір Сібірге айдалады. Елбасына түскен нәубеттен халықты құтқару жолында алаш қайраткерлері аянбай, қабырғалары қайысып күндіз түні еңбек етті. Алапат аштықтан күйзелген елге қол беру үшін 1921 жылы 17 тамызда Семей губерниясында аштыққа қарсы көмек көрсету комиссиясы құрылып, оны Әлихан Бөкейхан басқарған. Сол кезде оның орталыққа берген есебінде мынандай деп баяндайды. Сол кездегі аштыққа ұшыраған сәбилерге Семей губерниясында 74 балалар үйін ашып, сол кезде 4381 баланы қабылдап, оларға көмек көрсеткен айтады. Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхыш Поштайұлы, Елдес Омаров, Нұралинге ұқсаған ұлт қайраткерлері елден жылу жинау арқылы 15 мың малды жинап, сол кездегі Торғай облысы менен Қостанай өңірінде аймағындағы аштыққа ұшыраған, әбден күйзелген халыққа көмек ретінде таратады. Қызылжарда аштыққа қарсы комиссия төрағасының орынбасары болып, Мағжан Жұмабаев тағайындалды. Ғазымбек Бірімжанов басқарған қазақ зиялылары шығаратын Ақ жол газеті аш халыққа көмек көрсетуге ұйытқы болды. Семейде шығатын қазақ тілі газетінде Міржақып Дулатов аштық қырғынынан қайтсек құтыламыз деген мақаласында елді аштық қырғынынан құтқару үшін азамат тегіс атқа міну керек. Қазақ өкіметі аштар үшін күйлі елдерден жылу жинауға рұқсат етсін. Алаштың азаматтары мойындарыңдағы тарихи борыштарыңды өтейтін күн туды деп жазды. 1922 жылы қырылып жатқан халықты көргенде Ахмет Байтұрсынов ақ болсын, қызыл болсын, бәрібір, мен тек қазақ ұлтының мүддесін қорғайтын мемлекетті жақтаймын деп, халықты аштықтан құтқару ісіне белсене араласты. Алаш болған ақ боз бос қалдың ма, жетім жесір қасында бос қалдың өкінбейін десем де өзігім барам, өтіп кетті-ау дүние-ай қасқанымдай. Әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жау деп ұстап бердің бе. Итшеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әлегі. Игигай, игигай, игигай-ай, игигай, игигай, игигай-ай, игигай, игигай, игигай-ай. Алып баралар артында балапан
Аспаннан түскен жасында, жасынға тіктім басымды. Теңізден маржан сүзгендей теріп бір алдау асылда. Қаптайда көшкен қауымның қорымы қалдау, о жалған. Ардағы кетіп ауылдың тобыры қалдау, о жалған. Мың өліп мың тірілген қазақ халқы өз тарихында талай нәубетті басынан өткерді. Ұлтымыздың жер бетінен жойылып кету қаупі төнген ашаршылықтың шығу себептерін түсіну үшін тарихқа зер салайық. 20 ғасырдың басында халықаралық жағдай күрт шиеленісіп, 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Бұл империалистік державалардың үстемдік құруға тырысқан басқыншылық соғыс еді. Оған 38 мемлекет қатысты. Соғыс қазақ өлкесіне де әсер етті. 1916 жылы 25 маусымда Ресей патшасы Николай II жарлығын шығарды. Жарлық Түркістан мен Қазақ өлкесінен 19 бен 43 жас аралығындағы 500 мың адамды майданға қара жұмысқа алу туралы болатын. Оған қарсы қазақ даласында ұлт азаттық көтеріліс басталды. Халық арасынан Құдиярбек Шотаманов, Жәменке Мәмбетов, Амангелді Иманов сияқты еңселі ерлер атқа қонды. Бұл кезде саяси экономикалық тұрғыда әлсіреген Ресей империясында жағдай тұрақсыз болатын. Ресейді 300 жыл билеген Романовтар әулеті 1917 жылы биліктен кетіп, Керенскийдің уақытша үкіметі мемлекет басына келді. Осы жылы қазан айында Ленин бастаған большевиктер уақытша үкіметті құлатып, билікті тартып алды. Большевиктер көсемі Ленин завод-фабрика жұмысшыларға, жер шаруаларға, үкімет кеңестерге берілсін деген құран тастады. Жер мен заводтарынан айырылғысы келмеген бай капиталистер мен кедейлер арасында тап тартысы басталып, халық ақ пен қызыл болып екіге бөлінді. Арта азамат соғысына ұласты. Соғыстың кесірінен Түркістанда өндірістік байланыстар үзіліп, азық-түліктің тапшылығы сезілді. Сол жылдары Түркістан автономиялық республикасына Қазақстанның оңтүстік аймақтары кіретін. Бұл өңірде қазақтардың саны 2 миллион 700 мыңдай болды. Қазақтардың ашаршылыққа ұшырауының басты себебі майданға көмек үшін кеңес үкіметінің бүкіл елде төтенше әскери коммунизм саясатын енгізіп еді. Шаруалардың артық өнімін алу әскери коммунизм саясатының бір тармағы продовольственная разверстка деп аталынды. Қызыл армияны тамақпен қамтамасыз ету үшін 1918 жылы Түркістан халқының бар малы менен азық-түлік күшпен тартып алынды. Бұл шараны Түркістан майданының қолбасшысы Михаил Фрунзе аяусыз қатыгездікпен жүзеге асырды. Осы жылы Түркістан орталық атқару комитетінің мәжілісінде Табулин қазақтар экономикалық тұрғыдан әлсіз болғандықтан бәрібір өліп бітуге тиіс. Сондықтан да революция үшін аштыққа қарсы күреспей, оның орнына майданды қолдау маңызды деп өздерінің жауыздық саясатын ашық мәлімдеді. Ақша болып, байлық қуған, қызмет қуған, мәнсап қуған заманда осы кісілердің тарихын ана билікте төрде тұрғаннан бастап есіктегі еткішіге дейін сағат сайын көрсетіп отыру керек деп ойлаймын. Тәубаға келіп баяғы
Аяз бидің өзі патша болып хан болған кезіндегі қойшы болған кезіндегі шапанды болған ғой, Аяз би әліңді дейтін сияқты. Сондықтан да үлкен қасіретті жылдар, қасіретнама тарихы сол кісілердің көз алдында тұрса екен. Ол үшін театр болсын, әдебиет болсын, мәдениет болсын, өнер болсын, кез келген қазақтың сөз құдіреті жететін жердің бәрінде осы тарих сағаттап, минуттап айтылу керек. Есімізде, жүрегімізде тұру керек. Біз осы ұлы тарихты ұмытқан күні ұлт ретінде жоғаламыз. Осы ұлылықты ұлықтай білетін, солардың рухын асқақтата білетін жастарымыз, болашағымыз мықты болсын деп айтқым келеді. Сол кездің өзінде елдің рухын көтеру үшін Мағжан Алқа деген ұйым құрған. Сол Алқа ұйымының негізінде қазір Қазақстан Жазушылар одағы дейтін үлкен қоғам болды. Одақ бар. Және Табалдырық деген манифест жазды. Ал Табалдырық деген манифесті қазіргі біздің рухани жаңғырудың атасы еді. Рухани жаңғыру деген қазіргі бағдарламаның тамыры болады. 15 одаққа біз ұлт ретінде қолтығына кіріп бара жатырмыз. Бұл бодандықтың бұғауы біз қазақы қалпымызды, ұстанымымызды, рухымызды, дәстүр салтымызды жоғалтып алмас үшін не істемек керек деген сұраққа жауап беретін бағдарлама болады. Табалдырық. Сол табалдырықта соның негізінде педагогика деген кітап жазды Мағжанның өзі. Және ақын жазушыларды жинап алып, Алаштың рухы түспесін, біз ұлттық қасиетімізді, ұлттық ерекшелігімізді, ұстанымымызды жоғалтпас үшін біз керемет шығармалар жазуымыз керек деп Мұхтар Әуезовті шақырып алып, қан кененін жаздырды, елдің еңсесін көтеру үшін. Қилы заманды жаздырды, тапсырмамен. Ілияс Жансүгіровті шақырып алып, құлагерді жаздырды. Әйтпесе Жетісуда құлагер арқадағы аханның тағдырын қайдан біледі? Сол кезде Мағжан бүкіл тарихты түсіндіріп, елдің еңсесін көтеретін дүние жазу керек деп құлагерді Мағжанның тапсырмасымен жазған. Құлагер деген қазақ еді. Батыраш пен Қодыраш деген ақтар мен қызылдар еді, прототиптері. Осындай астармен жазылған құлагер поэмасы. Қазақ поэзиясының құлагері болып қалды. Осындай бір саналы түрде ұлттық серпіліс жасауда Мағжандай ұлылар жасады, Ахметтай ақылдылар жасады, Әлихандай данышпандар жасады. Мағжан, Міржақыптар. Сондықтан да осындай құдіретті, рухты, саналы және сапалы ұлттың ағалары қазірде қайта түлейді, қайта жаңғырады, қайта дүниеге келеді деген үлкен сеніммен тағы бір тамаша өлеңге кезек берсек, қазіргі жастардың, қазіргі тәуелсіздіктегі ұрпақтың рухын оятатын ақындарымыз бәрі ойнап. Сөз құдіреті, қазақтың өз құдіреті. Сол сөз құдіретін ұстанып жүрген Абай атамыз сөз патшасы, өлең сөздің патшасы десе, сол сөздің патшасын тағына қойып жүрген талантты ақындарымыздың бірі халықаралық алаш сыйлығының лауреаты Әбубәкір Қайран ағам келіп отыр. Осы кісінің бір-екі әңгімесі мен өлеңін тыңдасақ деген болады. Осында жиналып отырған құрметті ағайын, осы 31 күні, мамырдың 31 деген күн, мысалы, жаңа айтылып жатыр ғой, тек қана осы күн ғана емес деп ойлаймын, мына қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл қаншама заман дәуір өтіп кетсе де, әрбір күн сайын, әрбір сәт сайын деп айтуға болады, біздің алдымыздан шығып тұратын, мәңгі ұмытпайтын, тіпті ұмыту мүмкін емес, енді алдымыздағына болашақ ұрпақтарында санасында мәңгі сіңіп қалатын біздің ұлтымыздың, қазақтың ұлы трагедиясы. Болса дағы қаталдықтың, қаскөйліктің бейнесі, қасқыр болып ойланамын кей досы, қақпан қауып, сирағымды шорт кесіп, жүрсем егер тағдырма кектесіп, ұлыр едім ұзақ аспанға, жалғыз ғана жауыз аймен беттесіп.